Бүгін Түркияның Стамбул қаласында жергілікті Галатасарай мен елордалық Астана Европа лигасына берілетін жолдаманы сарапқа салады. Қазір қос команданы топтық кезеңде бір ғана ұпай саны бөліп тұр. Сондықтан бұл кездесуде Галатасарай тең есептің өзіне қанағат етсе, Астана ойыншыларына тек жеңіс қажет. Қос команданың бас бапкерлері кездесу алаңында баспасөз мәслихатын өткізіп, ойын барысына қатысты пікірлермен бөлісті. Бүгін жасыл алаңда Галатасарайдың команда капитаны Селчук Инан мен қорғаушы Хаким Балта жарақатына байланысты шыға алмауы мүмкін. Алайда үздік ойын өрнегін көрсетуімізге бұл жағдай кедергі болмайды дейді түркиялық команданың бас бапкері Мустафа Денизли. Ал Станимир Стойлов Астана өз алаңында ешкімге есе жібермеді. Бұл кездесуде елордалықтар үшін нәтижелі аяқталатынына сенемін деді. Стамбулға бір апта бұрын келдік, біз ерте дайындалдық. Өте жақсы сбор өтті. Енді Құдай қаласа ертеңгі ойында жақсы дайынбыз. Физически бізге оның бәрі уже қиын емес, біз үшін үйреніп қалдық оған. Құдай қаласа ертең жеңеміз деп ойлаймын. Галатасарай өте мықты команда. Біз оны бәрін білеміз, түсінеміз. Соған қарай өзіміздің тактикалық ойынды қарастырамыз. Біз шабуылда да, қорғаныста да ұйымдасып ойнауға тырыстық. Осы жолы да жеңіске жетелейтін тактика ұстанамыз. Егер бұл ойында ұпай еншілеп ұтып жатсақ, жоспарымыздың орындалғаны. Астана өзінің қалыптасқан ойын өрнегін көрсетеді, үлкен өзгеріс жоқ. Командамыз жас әрі тәжірибесіз. Чемпиондар лигасының топтық кезеңіне шыққан тұңғыш қазақстандық топ. Соған қарамастан өз алаңында ол үздік командалардан жеңіліп көрген жоқ. Енді бұл нәтижені сырт алаңда да жалғастырсақ дейміз.